мен жаман таң қалып отам де. Қарачы, қарауымы, қойчы, жайны. Қарачы, өте мягкий, өте. Көп жұмшақ, Шыныры жайнасың ба? Мен өзімді әйвайымдай бақытын сезіп отам да, мен ойлаушымда дырдыңдаған еме олыш керек депші. Жайна, ұшынша да мягкий олысын жөнші. Жүрек азы тарс жарылып кететті азыршы. Қандай бақыттылымын, ай, Ақылыңа кіріп қалғанда келіп қалғаным қарсың. Келсең жайна, басында сөйлеш оларшымдай. Барып жашо, қазан аяқ қаңышпай қойбейді, тұра ба? Эми обязательно қазан аяқ қағышатты өлі, қағыштыра өлі, қағышпаса деле болады да. Қанда міне үйге жалаң пластик қой алалы. Жаңағы тану еді. Аты жайна, тұрпаты жайна гүл. Шындай, шындай, мен ойлап емеспін бірақ. Сен қармаласың. Башында сөйлеш олар. Жоқ, мен делечи, ішенесің болсын, мен деле аябай бақытты болып отам. Аллахыма чексіз шүгір, сендей шұңқардай баланы мага беріп отында. Құдайыма бареке. Қарачы. Эжем эрге тиіп отатты дап келді гүлі. Қарачы, гүл қайсы, жайна қайсы, айырмасы жоқ, қарачы. Қарачы, қандай? Мен айбай қуанып отам, действительно, мындай бақыттың дамын сезіп отам десем болады да, мындайчы. Маған сездіріп қойдың, рахмат, жайна. Жайна, адуши. Жайна. Мен дағы мені аял қылып қойған саға рахмат. Мен ойлаушым, мен дағы шүнтелі дырдыңдап өле, шүн тарсылдап өле жүрем депчі. Көрсі, аялдың жанында күшті мұрза болса, аял өзін айым сезеткен да. Базар жоқ. Жайна, бірақ бір нәрсе сөйлеші олады. Саға рахмат, сен шындай тоқтауылың, шындай красавчик, борчик, качок, спортсменчик. Базар жоқ, сөйлеші олады. Баяғы қыз кезінде бары жақшы, жаман үшімшік қаяқтан шығады деген дейді. Сөйлеші олады. Мейлі, сіз менен адаттарды... Сіз менен бардық темада сөйлешкенге таярмын. Болды. Жайна, бұрынғы адаттарыңа кішіне есіңе салып қойайын бірақ. Біз, конечно, 14-тен бұрынғыға жооп бермейіз. Тұра? Аның барысына жооп берсек екеуіз қайра жүріш кетесің. Ал жақты вообще естемейбіз, 14-тен башталды. Бұл жаққа, Бұл жаққа башталды, да? Болды, анда өзіме гарантия өрім. Болды. Бұрынғы адаттарын қылбайсың, а? Қылбайым. Ішпейсің бе? Мен азыр ичкенде деле тамақ қосып ичкен үйреніп алғам. Шын тамақ қосып ичіп қалдым да, неметпе, капелиса түшпей қалғам. Молодец. Жайна, анан, менен бағы өкөз чоғы бір театрда іштедік. Илгері бағы Ош базардың тегерегінде светтер жарық болылекте, ошо жақта жаман көп мұқташат елеңді. Ошондай болбойу? Сен аны айтпадым. Негіз болбойу айтып қойшы. Мұқташпай? Люкке түшіп кетіп, анан шыға албай. Ана үче ұрғанда. Мұқташпайсың, а? Мұқташпай. Мен ушундай сен сыпаттарың ушунны білчім, мұқташшаңды білем. Карта ойнабойсың ба? Тринкауы. Адам білет сразу. Тринкауыда қомдатты. Каспадың бейден. Деге карта ойнабойды қойшы. Жоқ, ойнабойым. Жоқ, алда болды, бүтті. Менден де айт, менден де кемшілдік толтыра. Не? Жоқ, мен сенен ешқандай кемшілік көре албай атам. Жоқ, іздесең шығады сразу, шынды. Жоқ, мен анда сізден че. Ай, сіздейсің, Илағым білмет. Теге, сен менен бір жасылы күчесің ғой сізде бересің.
Бирок айтып бер, менде деле кемчилик бар. Макул анда мен деле ушу буга чейинки мындай башыман өткөн нерсени айтайын, урбайсыңбы? Урбайсыңбы? Ой, сен эчтеке өзбүрүп берем. Не oldu? Өтпөчү мен ушинткенден мен таяк жей берип ошодон коруп калам мен. Мынтпей эле урбайм эле кой. Мен урбайм, жайна. Ул эми Кудай, өчө эле коркпой эле. Мен жан үйлөнүүнү урутам азыр. Кармоо, эмнени качан үйлөндүң эле? Кайдан эстемей жок деп өтүп бара. Да. Жайна. Болду. Кармайчы. Болду. Тиймей жок. Чекеңе жетпейм. Жетпейсиң, Ооба. Сен дагы мурунку адатыңа коесуң. Баягындай сейф бизнестин токтотосуң. Тура? Ал эмне? Кандай оң бут жаза кой, сол бут жаза кой дегендер жокпу? Ужас, андайга вообще барбаш керек да. Барбайсыңбы? Да, алар деген жана транстардай болот да. Ой. Анан сен бир бутуң, анан эки бутуң, анан мындай жаз, анан кийин сен деген байып кетесиң, миллионер болосуң. Анан кийин монтип жамгыр жаап акча түштүп, аябай ужас алар, вообще барбайм аяка. Көңүлүң калдыбы? Көңүлүм калмактан страшный кылбады алар. Бол да. Вообще барбайм. Эч кимге алданбайсың, а? Сен алдатпа да. Мен кантип алдайм? Постоянно менен чогуу жүр, бирөө мага сүйлөп атканда биринчи жооп берип кой. Бол. А то мени да алдап кетишпесин деп атам. Алданбайсың. Мына мен турам, айттың азыр, манас дедиң го. Ооба, сиз бир эле манас эмес. Сиз деген мондай көрөмүз шумкар, кыргыздын кең далылуу, эң бир керемет жигитсиз да. Ушунча 7 миллиондон сизди мага берип койгон. Ал, карачы мына. Сен ушундай болсо карачы. Кудагыйым да сүйүнүп атат дем ошол жерден, неме тынчып кетсин деп. Булар деле күйүп калган байкуштар. Кайра тойго келе бергенде эмне? Бирөө менен жөн эле жолдо турсам деле булар подозрение менен карап калган. Ким менен турат деген. Сал неме мындай жакшы кызыгат да бул неме кудагыйым дагы. Болду, жайна. Мында сөз берем. Бүттү. Жашай берелим. Жашайлы. Ананчы болсун аял менен эркектин ортосунда үй бүлөнү бузганчы эң жаман бир 3 сөз бар да. Аны айтпайсың дем. Айтпайсың, аны билип атпайсың. Бар. Эмне? Качан келесиң айтпайсың да, туруп айтасың. Вот. Ушу мен түшүнбөйм аялдаргачы, эркек байкуш көчөдө иштеп жүрсө, караңгыда таң атпай, ысык дебей, суук дебей, ушинтип иштеп Карачы, түшүнүп аткан элди. Ушинтип иштеп, бала чака багайын деп, жанын жанырып ушинтип иштеп атса, анан дагы аялдары чалып, качан келесиң? Это же трагедия. Ой, жаша, жайна, жаша. Мен вообще айтпайм, каалагандай жүрүңүз, күн келиңиз, түн келиңиз, даже чалбайм сизге. Түнкү саат 3-тө келсеңиз дагы дасторконумду жайып, күлүп тосуп алам. Койчу. Анан эме канча акча дебейсиңби? Акча дебейсиңби? Сиз мен ошондой аялды ойлоп атасызбы? Бул акча дегенчи, бул деген үй бүлөгө кетүүчү жарака да. Вообще акча сурабайм мен. Ушу мурда байкабай жүргөнсүң да. Акча сурабайм. Таппасаң деле мейли, сени менен тоодо калсам деле, сууда калсам деле, үңкүрдө калсам деле, самый главный бактылуу болсом болду. Эч качан антип айтпайм, каалагандай жүр. Сен эркин кушсуң. Эч качан алдыңа мындай лопалоп чыкпайм мен алдыңанчы. Постоянно сен келатсаң мен мына буйтап кетем неме болсун. Поворотко буруласың. Эч сизге мондай өйдө карап сүйлөбөйм, каяша кайтарбайм. Не десеңиз да сиздики туура болот. Туура эмес болсо да сиздики туура болот. Эч качан эркектин үстүнөн келбеш керек акылдуу аял. Базар жок, мына. Мындан өткөн бакыт барбы? Кане каяктасың деп бир сурабайм. Рахмат. Каяктасың, качан келесиң, кана деп. Мен андай аялдардын катарын толуктабайм. Как робот. Берем. Мен үйдө эле бала чаканы карап жакшынакай отура берем. Көчөгө да чыкпайм, кийим алып бер да дебейм. Төркүнүмө барам да дебейм. Сиз эле болдос болду. Шунчалык көңүлүң калыптыр.
ооба мен өзү негизи мына 84 көзүмө бир жашынакай көрүнөсүңүз. Силер могу 84'төрдүн жүзүндө мындай нур бар да. Рахмат. Силер карап күлүп койгондо любой кыз эзилип калат. Билишет, көпчүлүк билишет. Ооба, ишенесизби, мен дагы бир нерсе айтайынбы? Даже мен сизди бир жерден кыздар менен кармап алсам дагычы, сууруп кетип жашай берем. Эчтеке дебейсиң? Эчтеке дебейм, ал эркек ниши деп коем. Мен бүт түшүнөм. Не кыламадың? Эчтеке кылбай, жүрө бер каалагандай. Эптесеңиз экини алыңыз. Дагы бирөө алсаңыз да мен макулмун. Өсө турган периштекесиң. Өсө турган периштекесиң. Жашачы. 360 жылы жашачы. Карачы, кандай сонун сөздөр. Ишенесизби, мен өмүр бою ушу жакшы сөз укпай жашап келбедимби? Жакшы сөз менде дыйканчылык. Айтың. Ушундай төгүлөм, ушундай балкыйм, жөнөлөт. Агам да шаңкылдап берет. Айтыңызчы. Нарын дарыясында агам да. Сен кандай гана сулуусуң. Карачы. Кандай гана 60-90суң. Карачы, Уркуя Салиева. Жаша. Рахмат, мен ушу сиздей эркектен жакшы сөз угам деген өмүр боюнча кыялым болчу. Аллахыма чексиз шүгүр, ушундай эркекти берип, жакшы сөз угузуп, чыныгы аял даамын татып атканыма эки дүйнө ыраазымын. Сиз кандай кылсаңыз да сизге жарашат. Сиздей эркектер басса да, турса да, жүрсө да бүт жарашат. Сиздин алдыңыздан мындай встречный чыккан аял ал аял эмес.